Алия. Менің өмірлік жарым маған тұрмысқа шығасың. Қуанышты сәттер, иә. Бірақ осы сәтті бізбен бірге жанымызда Қайраттың жоқ болғанында өкінішпен. Сөз бергеніңізге рахмет, құрметті сот мырза. Қылмысымды толығымен мойныммен көтеремін. Мен барлығын толығымен түсіндім. Кешірім сұрағаннан басқа ештеңе айта алмаймын. Кешірім. 12 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша жоғары мекемесі деп белгіленсін. Адамның астындағы нөкерлері қара бұлттай, қара бұлттай. Тыным іздеймін, мен ел үшін тыным үзбеймін, көңіл күздеймін, ойлар үзбеймін. Не үшін тыным іздеймін, мен түн үшін тыным үзбеймін. Не үшін тыным іздеймін, мен ел үшін тыным үзбеймін, көңіл күздеймін, ойлар үзбеймін. Не үшін тыным іздеймін, мен түн үшін тыным үзбеймін. Добрый день, я менеджер Аралбанка. Меня зовут Анатолий. Последние 5 минут вы пользовались банковской картой? Нет? На вашей карте была подозрительная активность. Пожалуйста, скажите мне последние 3 цифры на обратной стороне вашей карты. А? Не скажи? Он да пошел нахуй. Мал, сука. Ленин, басқа номер берші. Beş yüz verdim. Üstüne 500. Бас. Қоян не істеп алдың? Ары 500. Теңедім. Шеке мынау. Эй, блядь. Ой, Не ёбаный. умеете играть. Аяңды көтерші, мынау чайға қант араластырған мына. Тұра берсін. Бизнес болды қазір. Тұра берсін. Көтерсеңші аяғын. Ой, нормально тұр ғой, тұра берсін. Алсаш? Алмасам ше? Ах ты крыса, сука! Нихуя ты кого наебал? А его тут... Тащи его сюда, крыса, пиздец тебе! Ана жерде пиздец болып отыр. Ана кіресің, картаны тұтып қой, сука, блядь. Бармасам болмайды, ана өлтіреді. Бару керек. Блядь, пацаны, сначала обоснуйте. Стоять! Остану. Братан, мынау падала карта тығып, миымызды қатырып, сука, крыса! Это понятно, тасташ, жібер аны. Түсінген шығарсыңыз просто, болады. А чё ойынды курсқа қоймайсыңдар? Чё за беспредел? Мен не білмеймін, мынаны жинаңдар ма? Ана выигрыш ортаға. Не қалтаңа салатсың? Мен қолым ба. Да? Базар жоқ. Ойынды курсқа қоймайсыңдар. Спрос, братан? Спрос керек емес. Ляма, ана тілін кім жерге тастады? Жаңа мен шай төгіліп қалғанда жайғанмын. Екінші жерде жаса көтің бірақ айырамын сен, түсіндің ба? Түсіндің ба?
жерім, бұл менің де елім. Тәуелсіз еліме тәуелдеп келдім. Батырлар сақтаған еліме жаңадан батыр болып келдім. Мен батыр болып келдім. Сен не үшін келдің? Да ну нафиг! Не үшін тыным іздеймін. Мен түн үшін тыным іздеймін. Көңіл күздеймін. Мына жоғарыға көтер. Мына мен тұрған. Мынау жігіттермен өзің бөліп аласың. Что там, братан, өзіңіз? Мен алдым уже. Жоғалып кетпесін, ана дұрыстап қойсын ғой. Жеткізем ғой? Бағана, что там? Тыныш бол, брат. Нормально ма? Нормально. Шешілді Шештік қой, шешілді бәрі. Қой жылжай ғой. Жүрейік. Қайреке, братан, сүйінші. Не болды, надзиратель босанды ма не? Босанды емес, босалды ғой. Қайреке, босануыңмен. А? Босалуыңмен. Міне, мұнда УДО-ның постановлениесі. Маған ба? Да, ну нафиг! Что там, братан? Маған қарасай, родной. Құтты болсын, братан. От души, мә, сен. Сүйішің. Жақсы. Қалай мына фигуры? Мен кеттім, родной. Жүсі. Твори добро, всем непорядочным назло. С миром живи, любимую люби огонь. Сегодня нам всем повезло, потому как стучит бит радуга. Пусть окружает нас, наши дети, как солнце, сияют над нами откровенно. Мы желаем всем добра, давайте друг другу всегда говорить. Ай, молодец, молодец, ай, молодец, 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 чина, Ай, біз жай жүр алмай, жолдың қиынын таңдаймыз. Оңай жол бар болып тұрса да, әй қыз, сіз ұнамайсыз, деп неге алдайсыз? Жүрегің іштей жібіп тұрса да, әй қайраттан түк шықпайды деп жұрт бұлжыңдасын, аңдасан да тиіп қалса да. Ай, ештеңеден қорықпайды таза жүрек айтар расын, қайрат біздің молодчина. Ай, молодец, молодец, ай, молодец, молодец, чина. Здравствуйте, Колхоман 500. Еба. Мынауың вообще теппеді ғой. Дай тағы бір-біреуден істеп жіберсе. Бір маған бір жерін өзім сияқты бір достойный істеп берші. Бар істеп берші анаған. Ой, ё-моё. Давай істесе. Не болды, звондадың ба? Алмай жатыр трубкасын. Давай, дозванивайся. Тауып бер маған бүгін. Кредит алған кезде сондай жетіп келеді. А как платить, сука, жоқ болады сразу. Маған хозяйка звондады квартираны. Төлеңдер деп. Айттым мен саған сол кезде, ана берген сол служебный квартирада тұра берейікші деп. Жоқ, тимаймыз, одна комната, не істеймін, районнан айт деп. Не істеймін мен? Квартираның ақшасын төлеймін ба, кредит төлеймін ба сен бір әшкені? Енді қиналып жүрген шығар, бизнесі дұрыс болмай жүр. Не болды соншама? Ну мне какая разница? На то пошло. Мен төлеуім керек па, сол екі кредит? А? Сен бір ашқан кредиті ол, менікі емес. Ой, жабады ғой. Не болды соншама қайта-қайта ұрсып бауырыма? На то пошло, сен өзіңе қарап алмайсың ба біреуді кінәлай бергенше? Күні-түні жұмыстасың. Қарасайшы, үйде дұрыс продукты да жоқ. Саған нормальный тамақ бере алмаймын. Ох, ё-моё. Сонда мен кінәлім ба? А? Мен ба кредит алған?
Не маған өтірік жауып жатсың? А? Наровным емессің, мен кінәлап жатсың ғой сен? Наровным емес, бәрі орынды. Қане тапқан ақшаң? Қане зарплатаң? Қалай қайда? Саған беріп жатырмын ғой. Мен не бір жерге тығып жатырмын дейсің ба не? Я что, виноват, что ли, что зарплата маленькая? Таксовать ет онда. Жұрттың байлар таксовать етіп жүр ғой. Ох, точно, таксовать ету керек. Қандай машинамен, а? Алып кетті ғой сен ана. Ишак, братишкаң. Машинаны ойбай, қазір кредитті жабам, бүкіл қарыздарды жабам жезде. Қазір деп. В итоге что, блядь? Не кредит жабылған жоқ. Не машина да жоқ. На то пошло. Ол соның машинасы. Өзінің ақшасын алған машинасы. Сен біреуді кінәлай бергенше өзіңнен бастамайсың ба? Күні-түні жұмыстасың. Қане повышениең, зарплатаң жоқ, ештеңе жоқ. На то пошло сен бар ғой, таңертең кетесің, түнде келесің, маған уақыт бөлмейсің. Мен не ойнап жүрмін ба саған? Қане көңілі? Жұмыста жүрмін мен. Алло, Дашев. Все, еду. Болды, өзің іші бір шайын. Кеттім мен. Конечно, как всегда солай. Мен звонағанда неге солай келмейсің? Fuck you! Псих, блин. Приветствую. Улица Багенбая. Куда? 500 тенге. Букенбай правильно говорить надо. Не тенге, тенге. Не пойдет. Понаехали. А простые слова выговорить не могут. А сам чем занимаешься? Пока ничем. Вот недавно только откинулся. Да ну. Да. А за что сидел? Грабеж, да. Не, легкие деньги. Они как приходят, так и уходят. А ты, значит, легкие деньги захотел, да? Нет, брат. Если не работать, сразу богатым не станешь. Ну, я думаю, ты, наверное, все сам понял, да? Выводы сделал? Конечно. Выводтың түр-түрін жасап тастадым. Ну и хорошо. Как-то был случай у меня. Вот мы приехали. Вот здесь? Там, да. Ага. Хорошо. Все нормально? Конечно. Ну, отлично. Вот ваш 1000 тенге. Мозга түрме. Достырай. Прикол ғой аға. Жақсы, рахмет. Спасибо вам огромное. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Базар жасау бақ. Мынадан басқа жүретін таппағым ба? О, базар жасау бақ. Саламатсыз ба? Саламатсыз, кешіріңіз. Сопақ керек еді ма? Ондай тағам жоқ бізде. Сіз мен түсінбедіңіз ғой деймін. Сәбит керек. Сәбит. Адам керек. Сәбит ағайма ол кісі жоқ, ол қазір жұмысқа көп келе бермейді. Да? Номері ма ба? Номері беріңізші, телефоны. Кешіріңіз, біз басшылардың номерін бере алмаймыз. Ал сіз кім боласыз? Мен досымын ғой. Екеуміз бір ауылдамыз, кластасымын ғой. Жарайды, бірақ мен берді деп айтпаңыз. Әрине. Сосын ғой, өзіңіздің де номеріңізді айтып жібересіз бе? Мен мүмкін күйеуімнің номерін берейін. Сапақтың номерін жаза берейін онда. Что за левый номер, сука? Долбоёб! А?
Ампылда, блядь. Не болды? Не болды бәрін ескеп, мына? Өлдің ба кайф үшін? Нан. Басқа жоқ па не? Өтірік тупой мамаш. Көп тұрсың ғой басқа қалмаған. Не болды маған бір какой-то нахуй. Кайфшын әңгіме етпе. Я так мен ақшам алынған кайфина. Не хуй, деймін нахуй. Мен хатам досыңдар нахуй. Мен кайфым дейді ғой. Сігін берем нахуй екеуін. Сен пиздеш шығарсың дейін, нахуй. Пиздец мен. Сука, бля, Наркот ебаный, блядь. Верно, наркотик. И что там? Срочно, блин. Нормально, тамақ ішкізбеді ғой. Не болды? Поэтому хавать надо на работе. Мына система жүрген қанша болды? Білу керексің, мысық. Бізде бәрі срочно. Жаңа отделдің бастығы назначение сол жерде, соның бола жинаған шығар, может, я думаю. Точно. Екеулерің біреудің көттерін кіріп жүремен, я? Сегодня же, да? Кого-то из вас начальником назначит. Қазірден көтімізге қарай жол сыза берейік дейсің ғой. Неғып біз? Ты же давно здесь сидишь. Да? Опыт большой. Сен ғой, Паша. У меня же у меня же выговор. Еще не сняли. Айтпақшы, сен де тиіп екесің, ішіп алып, гаишниктермен төбелесіп жүрген. Кто ты, воин? Кто ты, воин деп соларға айту керек, 15 сутка жабамыз дейді, ксиван чуқ жетпейді, пидоразы, бля. Еще, бля, оборзели. Сен де қызықсың, ішіп алып машина айдайын ба адам деген? Ішіп алып, машина емес, қатын айдау керек. Қатыны жоқ қой бұл деген, қолын айдайды да? Қолын көрсетші кәді. Да, херня все. Походу бүгін мысық назначить етеді. Жақсы болады, если че. Егер сен болсаң, Мені ма? сен бізге мысық емес, мәге боласың. Мысық еді, ше? Жақсы. Шеф. Вольно отырдық. Короче, у генерала был полная жопа, блин. А че, у генерала жопа полная, что ли? Масак, бля, ёбни его, а. Все, прости, шеф, все, сори. Короче, жигитер, там УБН не справляется. Какая-то наркобанда появилась в нашем городе. Блядь, наркотик, блядь, порошок пихают со всех сторон. Суган генерал поручил мне расследовать это дело. Короче, надо самого главного, этого, как его, поставщика поймать и вот этот канал закрыть нахрен, блядь. Мне Харандар. УБН там уже несколько фигурантов по этому делу хлопнул. Но они все пешки, блин, ворота. Она закладчики, барыги. Самого главного поймать не могут. Суган, мы должны как-то раскрыть этот канал и выйти на него. Нам Алмаз Сағынов деген один из самых главных сбытчиков. Сол арқылы надо выйти на главного, на поставщика. Шеф, может, на алмаз ұстап аламыз? Жақсы көтін айналдырып қысып жіберейік. Все, сам все расскажет. Нормально. Это что, долбан, что ли, а? Что, думаешь, ОБН не догадался, что ли, а? Сен өзің көтін қысып, хотя бы мозги заработают, наверное, у тебя. Я же говорю там, блядь, все в отказную идут. Одних хлопают, вторые появляются. Надо самого главного хлопнуть, поймать. Канал закрыть надо эту. Ну а как раскрыть-то? Вот мен сендер не үшін шақырдым, а? Чтоб вы подумали, деп. Как мы это все расследуем. Шеф, а что если как это южанинская система, ба? Внедриться кіріп кетесің солардың шайкасына. Ана бауырларының ішіне өкпештеріне кіріп кетесің, аға көке, да внедриться солардың адамдар болып кет. Сливать етіп алсаң информацияны. Вот это нормальная идея сияқты мынау. Марат молодец. Да? Вот, да, вот. Тура ана декабрь киносында бар ма кіріп? Ну, не перегибай, да. Главное внедриться. Сол сөз жақсы. Ну, в общем, понятно. Что-то түрі танысымнан бар ғой. Бірден көрген сияқтымын. Тойда көрдім бе? Чей-то родственник, что ли?
Әзірше үйіміз осы. Уақытша болады. Шынымды айтсам, үйде көп болмаймыз. Мен жұмыстамын кешке дейін. Қазір қайда жұмыс жасайсыз? Бір фирмада техничка. Сіз ауылда мұғалім едіңіз ғой? Қалада мұғалім болып жұмыс істеп жүрген жоқсыз ба, не педагог емессіз ба? Ой, оған 200-300 мың ақша сұрайды. Қойшы. 200-300 мың? Негізі ол ондай қатты көп ақша емес қой. Бұлай беріп, кішкене жұмыс істеп. Ақша беріп жұмыс дегенше істемегенім артық. Не? Пара берген адам балаларға не үйретеді? Енді оныңыз рас ма? Ничего ма? Бәрі жақсы болады. Жұмысқа тұрамын. Ақшаны көп қылып табамын. Бұйырса. Көтерілеміз. Үй саламын. Үйленемін, үй боламын. Ой, жаным, бұйырғаны бар. Сен айтпақшы, Айгүлге хабарластың ба? Мүлдем хабарсыз кетті. Өздеріңіз қалай жалпы аман сен бәрі жақсы ма? Немере керек. Пап. Это что? Смородина? Я что, больной, что ли, какой-нибудь? А где мой чай? О, Пап, вам же нельзя. сегодня праздник, сегодня можно. Күнде праздник екенсіз. Так, ну что, дочка, поздравляю. Вот, наконец-то твою ипотеку закрыли. Теперь эта квартира официально твоя. В общем, за тебя. Рахмет, пап. Ну что, надо дальше двигаться. Давай. Я в тебя столько вложил. Вон, в казахскую школу отдал. Лучше меня по-казахски разговариваешь. Надо в Астану ехать. Все возможности есть у тебя. Ой, папа, қайтам оставаться ба? Но я же внуков хочу. Надо же двигаться в этом направлении тоже. Вон у меня сколько там одноклассников, однокурсников, служаки мои, однополчане, вон Канат ага. Да. Ну, у него это сын, кстати, не женатый. Жасулан, комитетчик. Антон Косенко, опер. Потом Нуржан Ешенязов, он ректор. Между прочим, про тебя все время спрашивает. Постоянно спрашивает. Говорит, пусть приходит, зарплата 500 тысяч, представляешь? А ты сколько здесь получаешь? 100 тысяч всего. Что купить можно? Мне хватает, пап. Тем более, карьерный лестница мен күшті келе жатыр. Қандай карьерный лестница? Ну, кәдімгідей. Қойшы. Пап, мне Астана не нравится. Там вообще слякоть, грязно, холодно. Алматыда бүкіл достарым бар, класстастарым бар. Қандай класстастар? Кәдімгі класстастар. Ой. На шиномонтажке работаю, на ларьке сидят, пиво продают. Что это класстастар? Что это за класстастар? Половина он алкаши. Один он вообще в тюрьме сидит. Пап. Все. Алло. Все, выхожу. Все? Да. Уже пора, что ли? В общем, дочка, давай ты подумай насчет переезда в Астану. Сейчас надо брать от жизни все, надо. Все, давайте, собирайтесь. Тұрыңыз. Сейчас Ой. опоздаете еще. Все, давай. Мамаға сәлем айтыңыз. Я Жарайды, постараюсь жарайды. приехать, хорошо? Балам?
Не істеп тұрсың? Үйге кірсеңші. Мен Айбарысты күтіп тұрғам, ба? Ол әзірше келе қоймайды. Кетер кезде таң ата келем деп айтады. Таң атқанша не істейді ол? Ой, достарымен өзінше бизнес жасап жүр. Волонтер, клининг дей ма, сондай бірдеңке. Ой, бауырың қазір есейді. Осы үйдің арендасын, квартплатасын, жартысын өзі төлейді. Молодец, шигом. Кір үйге жүр. Сіз кіре беріңіз қазір. Кірем, асып. Давай, кет, уақыт жоқ. Так, тоқта. Я, именно сен тоқта. Сен не, келесі серияны қалай көретінін білмейсің ба? А? Қойшы. Серьезно ма? Фигня ғой, мына астына кіресің, сілтемен басасың, болды, келесі серияны спокойно отыра бересің. Ана күтіп керек емес келесі аптан. Все, давай. Қасындағы мүкерлер қарап отпай